Жан, көмек керек па? Аха, онда картошканы арши берші. Картошка қайда? Холодильниктен. Холодильник қайда? Әне тұр ғой? Мынау холодильник па? Жоқ, анау ақ холодильник. Аха, картошка қайда көрінбейді ғой. Бірінші ашсаңшы. Мынау картошка ма? Иә. Бұны қалай аршиды енді? Пышақпен. Пышақ қайда? Қасық вилка тұрған жерде. Олар қай жерде тұр? Міне тұр ғой. Оның бірінші қабығын аршу керек, Жан. Ал, оны қалай аршиды оны? Қош, не қыласын әйелдің жұмысын? Сен одан дана сынып тұрған орындықты жөндеші, ә? Қайсысы орындық? Әне тұр ғой? Мынау ма сынып қалған? Иә. Бұны жөндеу керек ә енді? Иә. Қалай жөндеймін мен оны? Жабыстыру керек. Немен жабыстырам мен оны? Астына клей бар ғой, сонымен жабыстырасың. Осымен жабыстырам ба? Иә, алдында өзің астына мощный захват, любой нәрсені жабыстырады, шеге керек емес. Қазақстанда жасалған деп алдың ғой, сонымен жабыстыр. Қалай жабыстырам енді мен бұны? Жарайды, Жан. Картошканы арши берші, өзім жабыстыра салам, жарай ма? Все, картошканы аршыдым, Жан. Той өзі, істесең дұрыстап істеші. Ой, саған көмектессең де жақпайды екенсің. Не болды соғышама ұрыс? Қойшы болды, істемеймін, өзің істей бер. Балам, әне бопамен ойнай ғой, ә? Ойнаңдар. Қарындас, сенімен танысуға болады ма? Сен кімсің? Біздің үйде не істеп жүрсің вообще-то? Біз сендердің үйлеріңе қонаққа келдік қой. Жақсы болды, как раз мама папаларымыз таныса берсін. Кейін может құда болып қалып жүрсе. Мен сенімен таныспаймын. Менің вообще-то жігітім бар садикта. Ойбай, мен де жаман жігіт емеспін. Менің папам, если что, директор. И чё? Менің папам бизнесмен. А менің папамның үлкен машинасы бар. Менің папамда 2 машинасы бар. Еще біз баймыз. Ойбай, біздің де жағдайымыз жаман емес. Мысалы, мама папам маған ньюборннан кейін. Ей, итер аласың ба машинаны? Бол. Итер бол. Итерсең? Қазір. Не ұйқысың? Кешіріңіз ағай. Мен қазір ғана не айттым мен? Айтпашы менің айтқаным тұрып. Келешек білім беру орталығы. Біз ұбт-ға дайындаймыз. Бұл жерде нәтижелер өте атмосфера өте тамаша. Грантқа түсуге үлкен көмек береміз. Қандай әңгіме айтып отқанын тыңдамайсың ба сен? Не ойнап отырсың? Кешіріңіз. Қазір директор шағып білеміз. Айтпай қойшы ағыңды. Ей, не алып жүрсіңдер сендер, сабаққа кірмейсіңдер ба? Дизи ішесіз ба? Ішпейме керек емес. Лақтырам қағып алсаңызшы. Ей, лақтырма оны. Лақтырам. Ей. Сен менің жігітім боласың ба? Бар ғой, сен мен үшін досым сияқтысың. Дос болып қала берейік, ә? Досың? Иә. Онда екеуміз подружка боламыз ба? Прикинь, Серва Камила бар ғой, өзі пикниланып, еще 3 жігітпен қатар сөйлесіп жүр екен. Оны маған не үшін айтып отырсың? Екеуміз подружкамыз ғой, өтіп айтпаймыз ба? Подружка қарашты, әлемнің 8-ші кереметі ғой. Подружка дошлатып айтады демекші, сен бетің бар ғой. Мә, ренжімеш, өзім сүртіп алам, иә? Ештеңе етпейді, мырзам. Өзім жинай салам, жай ғана зат қой. Айтпашы, мен зарплатам түсті. Жоқ, отағасы, ақшаны сіз ұстаңыз. Ер адам ұстаған ақшада береке болады дейді ғой. Айтпақшы, бүгін мен достарым компьютерға шақырды. Мен бірақ айттым, бармайын деп, не істеймін деп. Үй жоқ, барып демалсаңызшы. Онсыз да күнде үйдесіз. Таңнан кешке дейін біз үшін еңбектеніп жүрсіз ғой. Барыңыз. Ақпатшам, күте тұрыңыз. Сүйікті жеріңізге кірмей тұрып, мен сізге шағын сыйлық алдым. Бұл облачка дәретхана қағаздары 4 қабатты жұмсақ. Бір упаковкасы 1290 теңге. Бірақ сапасы 5 жұлдызды отельдегідей. 5 упаковкадан жоғары тапсырыс берсеңіз, Алматы қаласы бойынша тапсырыс тегін. Мынау маған 1 аптаға жетеді ғой. Рахмет саған. Әй, мен кеттім, сен точно ренжімейсің ба? Жоқ, ренжімеймін. Мен арғай баняға баруым да мүмкін. Дұрыс, барыңыз. Түнде жай келуім да мүмкін. Дұрыс қой, енді бір дем алған соң. Достарыңызға сәлем айтыңыз. Осындай әйел кімде бар айтшы? Рахмет саған. Нем бар еді машинасын айдап? Бәсе. Звондап жатыр. Сәлем айта сал. Иә, қазір видеоны қосам. Міне Айжан. Мама, қалайсыз? Мен сол ұлыңызға тамақ істеп жатырмын. Ой, қолым босамай генеральный уборка жасап жатырмын. Уборка мен істедім ғой вообще-то. Таңғы 6-та тұрып қысқа банка жауып жатырмын. Банка? Жаз енді басталды ғой. Ой, үйде тірлік бітпейді. Қолмен
Папам звондап жатыр. Алло, папа? Сәлем айт бабаға. Видео қосайын ба қазір? Міне Арман. О, папа, қалайсыз? Мен таңғы 5-тен бері үйде ремонт жасап жатқан ғой, мына трубалар бітеліп қалған ба? Жаным, мынау саған өстіп арасында романтик болып тұрам, папа. Иә, Каспиға 1 миллион жібере салыңдар. Жұмыс бабымен ғой. Жан, қарның ашпады ма? Иә, кішкене ашты. Мына жақын маңайда күшті бір кофейня бар, жүр соған барып шай ішіп алайық онда. Кофейня? Далада самса жей салмаймыз ба? Үй, құмаш, далада самса жейміз ба? Жүр кофейняға барайық. Кофейня? Если что, бүгін ешқандай да праздник емес, мен туған күнде емес кофейняға келетіндей. Қойшы, обязательно праздник болу керек, шай ішу үшін. Давай, таңда не аласың? Сосын менде ақша жоқ, менен сұрап жүрме, маған кредит рассрочка да бермейді. Үй, уайымдама, өзім төлеймін ғой. Не аласың? Онда маған су. Су несі, айтып тұрмын ғой, өзім төлеймін. Любой нәрсені заказ бере берсеңші. Любойын ала берейін ба? Онда маған шокобанан, медовый орех, творожный тарталетка. Тағы бір екіншісің ба? Макаронс, чизкейк, вагонный баха шокобон, шпинат малина, фисташковое облако. Қатын, шайың дайын. Кесік. Сорлы. Ұялмайсың ба? Көршілерден тыңдап. Өзімізде болмағансын тыңдап атық. Ей, бокалмен тыңдау керек те, өзі жақсы естіледі. Күшті екен ғой. Так. Бүгін тыныш ет жота. Ей. Өй, шешегің қояқшы. Тыңдайын мен атыр қой. Саламатсыз қалайсыз? Құдай. Өй, жақсы өзіңде. И сорлы. Құдай. Ой, көрші қалай амансыздар? Көрші, үйтіп дуал жағалай берген шеше. Айбетте. Витамин өнімдерін абасаңыздар. Күшті дейді ғой, естігем соны. Бүкіл витаминдер бар адамға керекті. Маған сендердің татуласқандарың ұнайды да бізге соны. Тыңдап. Сізде бар болса, беріп қойсаңызшы бізге де. Жоқ, өзім қазір-ақ біледім. Мән берме. Вақтыдан келедім үйші. Вақтыдан? Ой, өлтіреді. Не болып қалды? Үйде татуласып жатыр ғой онда біреулер. Қой, кеңіз онда тыңдайық. Бокал абал, бокал беріңізші онда. Зор естіледі. Кім екен ол? Сүт қос. Папа? Не ол, залға бара жатырмын. Ақша бересіз ба? Берейін. Қанша? Білмеймін ғой. Залға төлейтінің бар. Киім анауына алатын шығарсың. 100 мыңдай ма аударып жіберем, жарай ма? Болды, қазір аударып қойсылайшы. Рахмет, бара ғой. Мынадан кейін күніге залға барамын ғой мен. Молодец. Залға баратырмын дегеннен сонша ақша аударасың ба? Тыныш отшы ей. Компьютер ойнайын деп отыр ма бала? Залға барам, спортпен айналсам деп отқан жоқ па? Барсын, жетісіп қапсыңдар. Ештеңе алмайды. Жаңалықтарын басталып кеткен шығармай. Ей, не қуытсың сен ей? Не қылды? Не болып жатыр ей? Мынау отыр ғой әлі. Залға барам деп ғой сен. Дұрыс қой. Залда отырмын ғой. Сонда сен мені жегіз жібере салып сонда? Қазір қолға шығасың. Жайша. Қолға шығып не алам? Мына қолды көресің қазір берген. Әй бала. Кел мына столды көтеріп жіберейікші. Болды. Бір өзім көтере алмаймын ғой мен. Ұстар жағын. Бұл да бір зіл дейді. 1, 2, 3. Сен ұйықтамай ақ қойшы. Қандай түстер көреді? Үйдің егесін бола ма? Кім? Көріп білем ғой қазір. Кім? Ей, бара атырып қой. Кім? Ей, мал боқ бағамыз. Енді барам. Ассалаумағалейкум. Шымкенттегі ең арзан телефондарды сататын дүкеннен келіп тұрмын. Мобилго Шымкент. Я білеміз ғой. Бізден сіздерге сыйлық iPhone 17 Pro құтты болсын. Күшті ғой? Рахмет. Алмаңыздан бір тістеп маған бересіз ба? Ай, бой! Жайшама! Жасықтай, жасық. Ай, бой. Ке, уқалап берейін. Ей, итеме. Ай, бой. Қапай. Сен олай, ұқтама. Тістеп алған ес. Избені. Орысша сөйлеме. Ей, молодец сен. Рахмет, братан. Ударыңды көрейікші әлі. Ұршына. Смело. Ораласың ба? Сәл төмен ұста. Былай ма? Айуан десе. Қолдан ұрмай ма? Қолымды көрсетіп отырмын ғой.
Менің байым күндегіден бір Не білдірдің, айтшы тез. мега жақтағы ЦУМ бар ғой. ЦУМ, соның ішінде 135-ші бутикте Mobile Go дейтін жер бар екен. Кәдімгі телефондары басқа жердегілерден арзан әжептәуір. Олар жай айтып отырсың ба сен? Өзіме iPhone алдым ғой. Сенің айлығыңа да бірақ. Қайын ініңе баршы, как раз. Қайын мама? Қолынан ұрш десе болды ғой. Болды ғой, барам ғой. Барсай. Әңгімесі жоқ. Қайным? Әдемі. Зор. Анауың қайда? Үйге вообще келмеймін дей ма? Анау демешіш, келінің ғой, атын айтшыш құрсын. Анау ал, не істейсің ал? Анау дейм ал, анауың қайда дейм ал? Коншыны албасты. Келінің ғой дедеуін қараш, неруға дейм. Сенің анауың қайда? Лақтырып кетті. Албасы, мошенник болып шықты. Бүкіл заттарын бәрін алып кетті албасы. Обалың жоқ, кәң өліп бат еді ғой, күйем сүйем біз бақыттымыз деп. Болды, мен үшін махаббат жоқ бітті. Сен үшін баяғыда бітті махаббат. 50 келдің, не керек саған махаббат? Үйде жатпайсың мен пенсияңды алып. Неруға тимеш, иттің баласы ғана. Маған не бірден үйреткің келіп отыр ма? Өліп бат Өзің еді. қатының үй ол бар, албасты ғана. Кеттіңдер ғой, бөлек. Кетші бар. Келмеш вообще үйге, неруға тиіп. Ақша сұрау келіпсің ба тағы? Танысыпай, бұл менің қызым Айжан. Ойбай, мынауың қаланың ақсаусақ қыз ғой. Ауылда тұра ала ма мынауың ертең? Жоқ, мен қолымнан барлығы келеді, бәрін істей аламын мен. Жүр онда тексерейік. Маникюрым. Кет жоғал, көзіме көрінбей. Нервінің бәрін шығарды ғой. Ұрпақшы оны. Мағаннан да ебедейсіз келін керек емес. Онда не істейін, сізге дайындап қойған сыйлықты да атпен ақылайын ба? Сыйлық? Жүріңіз көрсетейін ба? Мәссаған! Сіз өзіңіз қалаған кез келген посуда наборын алсаңыз болады. Мен өзім алып беремін.